Сәлем достар, бүгін біз қарбыздың қабығынан осындай мармелад тәрізді тосап дайындайтын боламыз. Я, қабығынан. Қалай дайындау тәсілін білгіңіз келе ме? Олай болса, сіздер видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен бізге осындай қарбыздың қабығы керек. Әсіресе желініп, бос қалған қарбыздың қабығы болса жақсы. Сосын бір айта кетері, қабығы қалың болса, мүлдем тамаша вареньеміз, яғни тосабымыз өте әдемі шығады. Бізге қарбыздың ішіндегі қызыл мәйегі керегі жоқ, сондықтан оны аршып алып тастаймыз. Ал бос қабық болса, осындай жұқа сыртқы жалаң қабатын алып тастап, тазалап шығамыз. Ақшыл жасыл қабығы ғана керек, және осылай өзімізге ыңғайлы етіп бөлшектерге бөліп аламыз. Негізі жеуге ыңғайлы қылып, майдалап бөлгені дұрыс, өйткені қарбыздың қабығы қалың, қанша қайнатқанмен ол езілмейді. Қабығымыз дайын. Мен қабықтың бәрін осылай турап алдым, және қабық толық бататындай қылып су құйдым. Суымызды қайнатып аламыз, және туралған қарбыздың қабығын саламыз. Суымыз орташа отта қайнауы керек. Тым қатты қайнауға да болмайды. Осылай араластырып тұрып, 20 минуттай қайнатып аламыз. 20 минут қайнап болды. Енді астын отын сөндіріп, толық суытамыз. Бізге енді сироп жасаймыз, өйткені бізде қарбызда дәм болмайды, иіс болмайды. Сондықтан қант пен сироп жасап аламыз. Қантымызға шамалы 300-400 граммдай су құйып, баяу оттың астында қайнатамыз, және араластырып тұрамыз. Қанты жабысып қалмау үшін. Қантымыз толық еріп, сироп қайналу керек. Міне біздің сиропымыз қайнап тұр. Енді осы сироптың үстіне аздап лимон суын шырынын құюға болады. Ванилин салсақ та болады, гвоздика салсаңыздар да болады. Менде бірақ гвоздика болмады, сондықтан мен лимон шырынын және ванилин қосамын. Осы сиропымыздың үстіне толық суыған қабығымызды салып, жаймен орташа отта 10 минут қайнатамыз. Мұны түсі өзгере бастады. Біздің қабығымыздың мөлдір түске айнала бастады. Қайнатпаймыз, тек орташа отта 10 минут қана қайнатамыз. Ендігі кезекте бізде толық суыған қарбызымызды, қабығын осы сиропқа 5-6 сағат бойы қойып қоюымыз керек. Сироп қабыққа жақсылап сіңіп, қабығымыз осындай мармелад тәрізді реңкке айналды. Енді бізде соңғы қадам. Осы тосабымызды қайтып отқа қойып, аздап шамалы ванилин салып, 10 минуттай қайнатып алдым. Қарбыз қабығынан жасалған тосабымыз дайын болды. Осылай ыстық күйінде ыдысқа, банкіге құйып, капрон қақпақпен жауып, салқын жерге қоюға болады. Болмаса суытып құюға да болады. Сіздер де үйде жасап көріңіздер, және видеоны соңына дейін көрсеңіздер, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ал егер тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп каналымның дамуына қолдау көрсете отырыңыздар. Міне біздің тосабымыз дайын. Достар, дәмі керемет болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Айнагүл. Жақсы күнде кездескенше.